Қайырлы күн баршаңызға. Сыр мен жұмыртқадан тойымды таңғы ас дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керекті заттар: сыр, нан, 4 жұмыртқа. Алдымен сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Бөлкен нанның орнына кәдімгі батон нанды қолдансаңыздар болады. Одан кейін нанымызды видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліп, одан кейін ортасынан кесіп аламыз. Себебі қазір сырымызды ортасынан салу үшін. Менде осылай барлық нандарымды дайындап бөліп алдым. Жұмыртқамызға азырақ тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сырымызды нанның ортасына барлығына салып аламыз, алдын ала дайындап. Сырды үккіштен өткізбей ақ кәдімгі 4 бұрышты етіп кесіп, арасына салсаңыздар да болады нанның. Қызып тұрған майымызға жаңа нандарымызды жұмыртқамызға салып, екі жағында қуырып аламыз. Рецептін ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Таңғы асқа, түскі асқа өте тойымды. Екі жағында барынша қызартып қуырған жақсы. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіз. Пісіп дайын болып қалды, барлығын осылай қуырып аламыз. Ерекше таңғы асымыз дайын болды. Ортасында сырымыз созылып, әдемі, дәмді болып шықты. Видеоны толықтай қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.